Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай функцияға арналған есепті шығарып үйренеміз. Берілгені y тең 3/1 x плюс b функциясының графигі c нүктесі арқылы және d нүктесі арқылы өтсе, b-ны табыңыз. Бізде c-ның мәндері берілген 3 және 4, минус 4. 3 дегеніміз ол x-тің мәні, минус 4 y-тің мәні. Оны апарып функцияға қою арқылы біз белгісіз b санын табамыз. Бірінші y-тің орнына минус 4-ті қоямыз. Минус 4 тең болады 3/1. X-тің орнына 3-ті апарып қоямыз. Қосамыз b. Енді осы өрнекті есептейміз. Яғни осы жерден b-ны табуымыз керек. Минус 4 тең болады 3/1 мен 3-ті көбейтсек, 3 пен 3 қысқарып кетеді, бізде 1 қалады. Енді b-ны табу үшін минус 4, 1-ді өткізсек, мына жаққа минус 1. Яғни b тең болады, минус 4 минус 1-іміз бізге минус 5-ті береді. Яғни біріншісіндегі c нүктесі арқылы өткендегі b бізде тең болады екен минус 5-ге. Енді екінші нүкте арқылы b-ны табу үшін видеоны паузаға қойып, өзіңіз шығарыңыз. D нүктесі арқылы b-ны өзіңіз шығарып таптыңыз деп ойлаймын. Енді тексеріп, қарап көрсеңіз болады. Бізде y-тің мәні 9-ға тең, x-тің мәні минус 6-ға тең. Енді функцияға апарып, y-тің мәнін, x-тің мәндерін орнына қоямыз. 9 тең болады. 3/1-ді минус 6-ға көбейткенде қысқарып минус 2-ге тең болады. Енді осы жерден b-ны табу үшін 9-дың алдына минус 2-ні апарып қоямыз. Сонда минус 2-міз плюс болып өтіп, b тең болады 11-ге. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және есептерді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоямыз. Сау болыңыздар.